Сәлем, менің тыңдармандарым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. 3 перзентіміз бар. 2 қыз, 1 ұл. Күні кешегіге дейін бақытты әйел едім. Күйеуім де сыр алдырмай келеді. Ал оның басқа емес жан досының әйелмен ойнастық жасап жүргенін естігенде қандай күйге түстім десейші. Аспан айналып жерге түскендей болды ғой. Ақ көңілділігімнен өмір бақи опық жеп келемін. Күйеуге тигенде оның сыныптастарын жақтырмасам да, күйеуім үшін олармен жақын араласып кетуге барымды салдым. Олардың ойы, әңгімесі, тіпті көзқарастары да басқаша еді. Бастары қосыла кетсе, әйел еркек деместен бет алды ішіп алып, бір-біріне жабысып билеп, арнайы әзілдерін басын бағытып, реті келсе кекетіп, мұқатып отыратын. Сенің осы достарың қызық, балалы шағалы адамдар ғой, ұялмай ма деп Ғаниға талай рет айттым. Нең бар, өздері біледі ғой деп мен тоқтатып тастайтын. Bir жолы достармен гәп ойнап, бір досымыздың үйіне қонаққа бардық. Отырыс қызып бәрі ішіп қуып бастаған. Үйге тастап кеткен кішкентайым жылады деп хабарласқан соң, отырыстан ертерек қайттық. Ойымда дым жоқ. Есікті кілттеп киімімді шешіп жатсам, күйеуім көлігін оталдырып кәпке қайтып кетіп қалды. Қатты ренжідім. Менен сенің достарың артық болды ма? Енді кәпке бармаймын деп ұрыс шығардым. Бармасаң қой, өзім қатысып жүре беремін деп бұл да қайтпады. Содан кейін достардың отырысына баруды қойдым. Арасында той жиындарға барып, бой көрсеткенім болмаса, етене араласып кетпедім. Bir күні түнгі 3-те Ғанидың телефоны шырылдады. Шырт ұйқыда жатқанбыз. Бақаның әйелі ғой, деді де телефонын алып сыртқа шығып кетті. Сәлден соң келіп, Маржан үйіме жеткізіп салшы деп отыр. Таксиге ақшасы қалмапты. Мен апарып келе салайын, ұят қой, деп кетіп қалды. Не болғанын түсініп үлгермедім. Таксиге ақшасы жоқ болса, түн ішінде несі бар қыдырып? Менің күйеуімнен басқа адам құрып қалып па? Үйде осындай жағдай жиіледі. Мен Бақан үйіне барып келейін. Досым шақырып жатыр деп кетіп қала беретін. Телефонын қолынан тастамайды. Бұрын достарының үйіне кетсе, үйдегі киіммен шығып кете беретін. Ал бақасына барарда сыланып, бар жақсысын үстіне жапсырып шығатын болды. Жақында ұлымызға сүндет той бердік. Біздің өңірде тойдың алдында ел жұртқа палау пісіріп, ас беретінін ел білетін шығар. Асқа құрдастар да келді. Ішіп жеп, сый-сияпаттарын бәрін алып кетті. 2 күннен кейін тойханада үлкен тойды жасадық. Онда да достар ішіп алып, берекені қашырды. Әсіресе әлгі Маржан удай мас. Асабаның миын аштып, ойынға да, басқаға да атылып шығып, менің күйеуімді құшақтап, бетінен шөлпілдетіп сүйіп бөліп барады. Тілек айтқанда да, Гүлнәз, жолың болғыш екен. Ғанидай жігітті қаратып алған. Бағалы мұндай жігіттер жолда жатпайды, деп қайдағы жоқты айтты. Оның күйеу вақтыда істейтін, тойға келмеген. Әлгі жерде бірдеңеден күдіктеніп, ішім қылп ете қалды. Бірақ ашуымды да, ренжісімді де ешкімге білдірмедім. Ертеңіне үйдегі қонақтарды күтіп, біразын шығарып салып, шаршап, шалдығып отырсақ, Ғанидың телефоны шырылдады. Алса, әлгі Маржан орнынан тұрып сыртқа шыққалы жатыр еді. Отыр, осы жерде сөйлес, дедім. Сөйтсем Маржан менің күйеуіме бұйрық беріп тұр. Бұған не дейсің? Ертең менің қолым бос. Құдайға шүкірлеріңді ертең беріп жіберіңдер. Арғы күні тағы той. Оның ертесіне құдалық, босамаймын. Әйеліңе айт, ертеңге дайындалсын, деп қояды ұялмай. Ашуым келіп, телефонның қолынан жұлып алдым. Ішіме жиналып қалған өкпе ренжісімнің бәрін айтып салдым. Сен кімсің бізге бұйрық беретін? Ішіп жеп кеткендерің аз ба? Байқаймын, менің күйеуіммен қатты араласып бара жатырсың. Байы бар әйелсің ғой, өзің ұялмайсың ба? Деп айтып бастағаным сол еді. Жағыма
күйеуімнің жұдырығы тиді. Қайдағы бір құрдас келіншек үшін таяқ жеп қалдым. Қайдағы бір деп қоям. Сөйтсем бұлар бұрыннан араласып, көңілдес болып жүрген екен. Онысы сол күні түнде телефон ақтарып отырып біліп алдым. Бұрын ондай әдетім жоқ еді. Үйдегі ұрыстан кейін тығып қойған телефонын тауып, екеуінің жазған хаттарын оқып шықтым. Маржан мен Ғанидың ым-жымы біразға созылыпты. Тіпті бір-біріне жалаңаш түскен суреттерін жіберіп, ашық әңгімелесіп жүреді екен. Біздің бай осы уақытқа дейін маған айтпаған небір жылы сөздерін досының әйеліне арнап, арасында сыйлық беріп жүрген. Содан мен ағайын туысты, Маржанды күйеуімен қоса шақырып ел жұртқа масқара еттім. Байғұс баға бала шағасын асырау үшін вахтаға кеткенде, әйелі көзіне шөп салып жүргенін білгенде көгала қойдай етіп сабап тастаған. Олар да біз де ажырастық. Себебі мұндай опасыздыққа шыдап өмір сүре алмайды екем. Еркекті жолдан шығарар, әйелдің сұмы, залымы. Даудан дауды тудырар, қоғамның ойсыз азғыны дегенде қазақ бекер айтпаған екен.